Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан? Феодалдық құрылыстың тағы да бір ерекшелігі, феодалдық атақ лауазымы бойынша бірнеше сатыға бөлінді. Ол бөліну тарихта феодалдық саты деп аталды. Ең жоғарғы сатыда басты феодал король тұрды. Ол жоғарғы сот және әскердің қолбасшысы міндеттерінде атқарды. Келесі сатыда корольдің бағыныштылары герцогтар мен графтар тұрды. Герцогтар мен графтардың қол астында жүздеген елді мекендер қарады. Графтардан кейінгі сатыда олардың бағыныштылары барондар мен виконттар тұрды. Олар 20-30 елді мекенді басқарып, сол шағын әскер бөлімін жасақтауға мүмкіндік алды. Барондар ұсақ феодалдардың, рыцарьлардың мырзасы еді. Германияда феодалдық сатыдағылардың бәрі өздерін төменнен жоғары қарай корольге бағыныштымыз деп есептеді. Ал Францияда менің бағыныштымның бағыныштысы маған бағынышты емес деген қағиданы ұстанды. Мырза мен бағынышты феодал немесе вассал арасында келісім шарт жасалатын. Шаруалар феодалдық сатыға мүлдем кірмеді. Феодалдар өз иеліктеріндегі шаруашылықты басқарды. Әрине өздері тікелей егін егіп мал баққан жоқ. Бірақ шаруалардың жұмысты жақсы істеуін ұйымдастыру бақылауда оңай емес еді. Феодалдар шаруалардың есебінен байып отырды, бірақ олар арамтамақ болған жоқ. Олар мырзалар мен тәуелді шаруалардың, тіпті бүкіл елдің қамын ойлады. Әрине, феодалдардың арасында қулар мен сұмдар да болды. Бірақ елді еңбекқор, іскер феодалдар көркейтті. Халқының алдында беделі күшті, шебер басшы феодалдың шаруашылығы өркендеп дами түсті. Феодалдар тек шаруашылықты ұйымдастырушы ғана емес, әскер басшылары да болды. Әскери іспен айналысатын феодалдар 10 ғасырдың аяғынан бастап рыцарьлар деп аталды. Рыцарь болу үшін үміткердің жер үлесі, яғни феоды болуы керек еді. Рыцарьлардың басты кәсібі соғыс. Сондықтан олардың өмір салты соғыс талаптары мен тәртіптеріне бағынды. Кодекс бойынша рыцарьлар әлсіздер мен зәбір көрушілердің христиан шіркеуінің қорғаушысы саналды. Осман империясындағы сипахилер, Жапониядағы самурайлар, ортағасырлық батыс Европадағы рыцарь іспетті еді. 14-16 ғасырларда тұрақты армияның құрылуына, оқпен атылатын қарудың тарауына байланысты рыцарьлардың әскердегі рөлі төмендей бастады. Олар кейіннен дворяндарға айналды. Феодалдық құрылыс кезіндегі шаруалар басыбайлы және ерікті болып екіге бөлінді. Басыбайлы шаруалар феодалдарға толық тәуелді болды. Олардың өз беттерімен шешім қабылдап, әрекет етуіне тыйым салынды. Басыбайлы шаруалар қатарына бірте-бірте бұрынғы құлдар да қосылды. Шаруалардың бұл тобы Францияда серфтер деп аталды. Шаруалардың екінші тобына жататын жеке басы ерікті шаруалар Англияда виландар еді. Ерікті шаруалар өз жер үлесін мұрагерлік жолмен балаларына қалдыруға құқылы болатын. Жері жоқ шаруалар феодалдардан алған жер үлесі үшін бірқатар міндеткерлік атқарды. Басты түрі еңбекпен өтеу, ол барщина деп аталды. Шаруалар заттай алым салық, оброк та төлеп отырды. Сонымен қатар қоғамдық жұмыстар да атқарды.